Сәлем достар, сіздермен болған Сибикоштока арнасы. Достар, бұл бізде новый сериалымыз. Бұл бізде Жан құрбылар сериалының екінші бөлімі. Яғни достар, бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса, менің еңбегімді бағалап лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Кетті. Мәссаған, бүгінгі күн өте қызықты болды ғой, иә? Әрине. Бірақ менің кішкене басым ауырып тұрған сияқты. Кофе демдеп ішіп алайықшы. Жақсы, ендеше. Жүр кеттік онда. Жақсы, жүр. Ендеше мен обедке тамақты дайындай берейін. Айтпақшы, сен қандай кофе ішесің? Кеше деген бір жасыл түсті ерекше кофе алып келіп еді ғой. Соны қойып көрші, ішіп көрейін. Жақсы, ендеше. Онда мен өзіме шай демдеп алайын. Барлығын дайындап қойдым, енді шайдың қайнағанын күту керек. Шайым уже қайнап қойыпты ғой. Жақсы, ендеше құйып алайын. Жіберсеңші, неге мені күтіп отырсың? Бірге бастайық дегенмін ғой. Жақсы. Мәссаған, мына кофенің дәмі ерекше екен. Солай ма? Жақсы, ендеше мен келесіде ішермін. Жарайды. Өткендегі кофелерге қарағанда бір дәмі кішкене тәттірек па, сондай бірдеңе екен. Жақсы, онда. Екеуі сосын әңгімелесіп отырып, шай тамақтарын жеп алды. Не болып қалды, құрбым? Сен жаңағының сап-сау жүретін ғой? Білмеймін, жаңағы кофенің кесірінен шығар, оны ішпей тұрып сап-сау едім. Мәссаған, сонда кофеден саған бірдеңе болып кеткен сияқты. Ендеше мен тезірек дәрігер шақырайын. Сені бір келіп тексеріп кетсін. Алло, саламатсыз ба? Менің құрбымның іші қатты ауырып жатыр. Тезірек көмектесіңіздерші. Тезірек келіңіздерші. Жақсы, қазір барамыз. Сіз бізге адрестеріңізді айтсаңыздар. Жақсы, қазір айтамын. Не болып қалды, дәрігер мырза? Не болыпты? Енді мен сіздің құрбыңызды тексеріп шықтым. Біз оны дәл қазір больницаға апаруымыз керек. Жақсы, ендеше жүріңіздер. Подруга, тұршы. Мен саған тамақ алып келдім. Ол неге көзін ашпайды? Егер де оған бірдеңе болса, мен не істеймін? Ол кезде ешқашан өз-өзімді кешірмеймін. Так. Дәрігер апай, менің құрбыма не болды? Соны айтып бере аласыз ба? Иә, қазір айтамын. Ең соңғы рет ол бірдеңе кофе ма, бірдеңе ішкен болу керек, иә? Иә, бір ерекше кофе ішкен. Демек, ол кофе сенің құрбыңа жақпай қалған, содан кейін оның қазір асқазаны ауырып жатыр. Қазір мен саған бір дәрі әкеліп беремін, соны тамақтан кейін беруді ұмытпа. Жақсы, әрине, бірақ ол тамақ жемейтін сияқты. Ендеше азанда және обедте және де кешке бер. Жақсы. Рахмет сізге. Оқасы жоқ. Мәссаған, енді бұның ата-анасына не деп айтамын? Ата-анасы әлі бұның бұлай ауырып жатқанын да білмейді. Неге осы дәріні сіз азанда, кешке және де обедте беруіңіз керек? Неге? Қазір мен сізге бұның қорабымен тұрған әкеліп беретін боламын. Жақсы, немесе сумен бере беріңіз. Жақсы, мінеки сіздерге кедергі жасамасын деп жатқанмын ғой. Су үшін қораппен алып келейін дегенмін. Жоқ, осылай бола береді. Сағат қанша болды өзі? Сағат обед болып қалыпты ғой. Ендеше мына дәрісін берейін. Бірінші қазір беруге болады ма, сұрап көрейін.
даяр ішетіндей уақыт болды. Бисмиллах деп берейікші.